здесь некоторые люди уже третий год, 3,5 года я сижу в этих стримах, я чищу. Некоторые в первый раз, некоторые уже больше 3 лет чистятся, поднимают свою самооценку, свои вибрации, открывают свой дар. Кто хочет кассет принять, свой тоже можете заходить на марафон. Яснознание, ясновидение, яснослышание, ясночувствование. Все ваши 5 чувств открываются, у кого есть дар от рода. Ездите, когда караванмен бородой көп, сол кезде могут через ваш канал пользоваться, понимаете? И таких людей очень много, которые обращаются бақсы емшілерге, мен сізге көмектесем деп, 10 рет кел, 20 рет кел деп привязывают, потом пользуются каналом, крадники, очень много людей с даром, с кассетом, которые приходят ко мне, чтобы почиститься. Понимаете, они не все, такие публичные личности и не хотят выходить, там, говорить, рассказывать свои истории, но такие люди есть. Шаман, бақсы, джин байлаушымын мен. Жынды байлаймын на расстоянии. Менің алдыма керегі жоқ. У кого вот панические атаки, это обязательно джиндар. У кого суицидальные мысли, өлгісі келіп жүретін адамдар болады ғой. То аслам, то секірем, то құлайым, то бүйтем сөйтем. Это все джин. Понимаете? Сол джинды байлау үшін вам не нужно ехать никуда. Вы просто дома принимаете сеанс, и сол джиндар байланады. Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Бұл мырзаны үйлендіріп біткенбіз, марафоннан кейін үйленген бұл кісі. Біз ана не бар ғой? Сватовство, сваха сияқты отырмын ғой мен шырде. Айтыңыз енді, өзіңіз қашан өттіңіз, қандай аурулар? Күшті. Денсаулық қалай? Бәрі жақсы ма? Күшті. Айтыңыз енді, өзіңіз қашан өттіңіз, қандай ауруларыңыз болды, дуаңыз болды, соны айтыңыз. Мен 2 жыл бұрын, бір жылдан асып кетті ғой, 2 жылға жақын. Мен тосын өттім болыс. Маған сосын бір шақан әйел отырып кетті. Сен анандай кісі тауып алсайшы деймін дейді. Мен айттым, оны қалай табамын мен? Ізде тап енді. Сосын сұраған атасының құнын сұрады, миллион жарым, 500 мың. Сөйтіп кездестірдім ғой. Қуандым сізді кездестіргенде. Емдеп қуандым. Ол сізде жақсы болып қалды. Қазір аптасың енді кіру керек маған, тағы тегіне кіру керек, болмайды. Сізге кіру керек тағы да. Сол қаражат кішкене қиындап тұрады, кірем мен. Келсем алып жүр кірем деп. Дуадан сіз неге защита? Дұрыс еш. Екібастұздан шопа деген кіргізгенімді, намады. Сосын барды кіріп сізге кіргеннен кейін кетсімәсін өшті. Ойбай мен айттым ғой саған, айтқан намбайсың. Черный мақтарға барады ғой. Черный мақта өзі бір колдунья ма бірден. Ол кісі де жақсы болып қалды, иә? Иә. Сол енді мен келіншегім Астанаға сұрағанымды қойды. Сол ауылда тұрып жатырмыз. Мен тоже ана тізем қайта басталды. Мына тізем ісіп кетті. Бірақ оны болды. Иә. Сосын кіргім деп жүр, қазір кірем, бір-екі жұмада кірем, алла жазса. Ана дуадан сіз неге защита қойып жүрмесіз? Дуалап жатыр ғой тағы. Білмеймін, дуалап атқан. Мына бір батыннан айырылсам да, сол ғой істеп атқан. Иә, дуалап жатыр. Бір күні. Естіртпейді ғой жындары. Иә, не, бұл кісінің несі, ана черный мақтарға барады ғой. Черный мақпа өзі бір колдунья ма бірденке? Иә, сондай бірдеңемен айналысады. Иә. Атам қыста, бір рет апа сағатымнан қарап тұрғанда содан жыраймаған. Жақсарып қаласыз, тем более өзіңіз білесіз, аяқты Жыраймай қалдым, дәлесіне. Иә. Ойладым мен, бүтін жер осы жаққа осы кестірді. ес жоқ екен сіздің бар ғой, бөлшек өзіңді есі жоқ, қорықпайтын адам. Сізге рахмет, мың да бір рахмет. Оңдырмайды бұндай нәрсе. Шынға жерінде мен чувствую, чем айтам, сіз оны сон.
Білемін сен, айттым. иә иә Қорықпайды екен, иә? Кірші сол кісіге. Иә. Кірші деді. Мхм. Иә, маған айтты, болмады ғой деп кірді. қасиетіңіз бар ғой сізге неге тиеседі сол неге адамдар сондай көздері Сен розовых очках танысқаныңды қасиеті бар адамға тиісуге болмайды сіздер просто деді. Естіртпейді ғой жындары. Иә. Нетпейді ғой әлі, кісіге алмай дұрыс. Менде де бұл. Иә. Мен жұртқа сөз айта алмайтын мәселе, шын айтамын. Иә. адамдар просто Жұртқа сөз айта алмайтын. Маған неше балаға айтса мен сөз айта алмайтын. 30 мен тілім шын айтамын. Иә, иә. Бәрін бала тістаған ғой. Иә, иә. Енді соған сізге келемін деп отыр. Конечно, жақсарып қаласыз. Тем более өзіңіз білесіз. Аяқты байлап тастаған, кісендеп тастаған, қазық, опять қазық тұр. Бір сасық бірдеңкемен тағы да бірдеңе дуалаған ана не ес жоқ екен сіздің бар ғой, ана бывшийіңіздің да есі жоқ, қорықпайтын адам екен. Аруақтар оңдырмайды ғой сосын. Оңдырмайды бұндай нәрсе. Бар ғой, табылар бірдеңесі. Балалар бәрін қарсы қойды ғой. Бәрін қарсы қойды. Өзі кетті, балалар қарсы қойды. Жарайды, Аллах табар енді. Әжеп тауып как будто пушинка сияп шуғар. Иә, иә, иә. Жай жібермейді ғой. Қанда ол күледі маған. Мен атамама әйел пушинка болашын деді. Сосын маған не жетмейді. Әйел қорқады ғой, иә, иә. Тем более қасиетіңіз бар ғой, сізге неге тиеседі, соны білмеймін, неге адамдар сондай көздері. Сіз жақсысын айтып отырыңыз, в розовых очках находится. Аузы дуалы адам, қасиеті бар адамға жорып жақсы обраткасы мың есе болып келеді. Жақсы сөз жарымын сиям. Я тоже стараюсь не говорить, я вообще болашақты айтпаймын. Аузы дуалы адамнан болашақты сұрауға болмайды. Біз не айтамыз, ыңырсығанда еще қалай исполняется. У нее может парализовать. Сол үшін адамдар просто порча, дуа, приворот дегендер болашақтардың ананы бүйтемін маған адам шешеді. Любой адамның порча шешілмейтін порча болмайды. Бірақ маған порчалармен келген адамдар может исполниться. Марафонда сондай порчалар обязательно хорошо. И обраткасы жаман нәрсені көрсетсе айта салам маған бәрібір. Сосын енді өзіңіз